Қайырлы күн достар. Біз бүгін баклажаннан дәмді салат дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, рецептім ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бұл салатты жасау үшін бізге 2 баклажан, 1 сарымсақ, 2 қызанақ, 3 жұмыртқа, картоп крахмалы, ас көк жуа және кинза керек болады. Салаттың дәмін келтіру үшін майонез бен оливковый масло пайдаланатын боламыз. Ең алдымен жақсылап жуылған баклажандарымызды дөңгелек етіп, біркелкі пішінде барлығын бірдей қылып турап аламыз. Барлығын әдемілеп турап болғаннан кейін ыдысымызға салып, жарты ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып, тұзын сіңдіру үшін баклажанның бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 3 жұмыртқамызды жақсылап араластырып, тұз сіңген баклажандарымызды алып, осы жұмыртқаға батырып аламыз. Барлық жеріне тиетіндей барлық баклажанды жақсылап жұмыртқаға батырып аламыз. Жұмыртқаға батырған баклажандарымызды картоп крахмалына аунатып, әдемілеп барлық жеріне тиетіндей қылып, баяу отта қызып тұрған майымызға салып, әдемі етіп, барлығын сарғыш түске енгізіп, әдемілеп қуырып аламыз. Сарымсағымызды майдалап, ұсақтап, турап, салатқа қосатын көкшептеріміздің барлығын әдемілеп, бірінен кейін бірін ұсақтап турайтын боламыз. Көк пиязды, ас көкті, кинзаны барлығын әдемілеп ұсақтап тураймыз. Өте ұсақ болған жақсы, жегенге өте ыңғайлы болады. Қызанақтарымызды әдемілеп жуып, үлкендеу қылып, 4 бұрышты көлемде тураймыз. Қызанақ өте майда болып кетпесін, езіліп кетуі мүмкін. Қызанақтарды осылай ірілеу қылып, барлығын әдемілеп турап аламыз. Туралған қызанақтарымызды ыдысымызға салып, дайындап алған қоспаларымыздың барлығын қызанақтың үстіне саламыз. Ыдысымыз кеңдеу болған дұрыс, араластыруға ыңғайлы болады. Барлығын бірінің үстіне бірін салып, әдемілеп қуырған баклажандарымызды 4 бөлікке бөліп, біркелкі етіп, барлығын дайындап, осы дайын болған қоспамыздың үстіне саламыз. Барлығын турап алғаннан кейін дәмін келтіру үшін дәміне қарай майонез қосамыз. Майонез өте көп болып кетпесін. Дәміне қарай өздеріңіз қосасыздар. Және 2 ас қасық оливковый масло қосамыз. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін әдемілеп тарелкамызға салып, әркім өзінің дәміне қарай ұнататын бетіне көкшептерін сепсе болады. Өте оңай, дәмді салат. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Осы рецепт ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.